Алдыңғы бөлімде біз қалай 1 сағаттың ішінде 3-ші игровой уровень, яғни 3-ші левелді көтеру керегін үйренген болатынбыз. Демарганнан шыққаннан соң маған ВЧ-ға бару керек болды. Сол себепті мен өзімнің генийлігімді қосып, оның алдында ВЧ-ның киімін киіп алып барып, Демарганға түскен болатынмын. Қазір фастым барып суға батып, ВЧ-дан пайда боламыз. Где-то 20-30 секундтан кейін ВЧ-дамын. Енді қазір Барон Бариганы істейміз. Барон Баригадан халявный 40 000 рубльді лутат етіп болдым. Одан кейін ойыннан шығып кетіп, кешке қарай кірдім. Бұл кезде де сол ойына халявный 40 000 рубльді лутат етуге. Барон деген заданияны істеу үшін бізге бар болғаны ВЧ-дан шыққаннан соң ВЧ-ның бір бұрышындағы меткаға барып, қайтадан ВЧ-ның ішіне кіріп, 5 метканы жүгіріп шықсақ жеткілікті. Ал Барига деген заданияны істеу үшін бізге осы есікті ашып, осы замокты бұзу керек. Замокты бұзып болған соң, обратно жаңалегі киім ауыстыратын бөлмеге барып, 5 метканы аламыз. Блэкбасқа кіріп қарасам, оп-оңай подойти объявление в СМИ деген задание бар екен. Оны орындасақ бізге 5 000 рублей. Халявный 5 000 рублейден бізде атқа жоқ, сол себепті СМИ-ға объявление тастап, 5 000 рублейді алып аламыз. Магазин 24-7-ге кіріп, ремка, аптечка және де букет цветов алған болатынмын. Букет цветов не үшін десеңіздер, мына балаға жақында болған /present және оның ID-ін жазып, Блэкбастың заданиясын орындаймыз. Халявный ақшалардан атқа жоқ. Блэкбастағы тағы да посетить автосалон высокого деген заданияны істеу үшін высокий классқа ұшып бардық дағаны, ол заданияны да фастым істеп тастадық. Кішкене баланс болған соң, бұл рынокқа келіп, мына жерде бір BMW E30 тұр екен, одан ПТС сұрасам, кодын керіп бермеген соң қасындағы Априлаға барып, сколько деп сұрадым. Көп игнор ұстамай ол маған 90 000 деді. Мен енді арзан болған білгендіктен қатты торговаться етпедім, сол себепті 80 000 дедім. Ол маған 85 000 деді. Енді қазақ болған соң до конца торговаться етейік дедім, 82 500 дедім. Ол давай 83 000 деген соң, мен оның ценасына келістім. Көп күттірмей, ол да маған 83 000 деген предложениесін жіберді, сосын атқа жоқ сатып алдым. Наконец-то енді бомж құсамай өзіміздің транспортымыз бар, ары-бері жүруге. Автошколаға фастым келдім. Сіздер неге келдің деп ойласаңыздар, питбайкты айдау үшін менде права болмады, сол себепті А категориясына тест тапсырдым. Екінші серия енді ұзақ болмай қалды, енді үшінші серияны қызық қылуға тырысамын. Анау-мынау керек емес моменттер көп болды, соның бәрін қырқып тастадым енді. Мені қолдап, каналға тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, келесі серияны қызық қылдыруға тырысамын.